Армысыздар халқым, қош келдіңіздер тікелей эфирге. Жұлдызды ақиқатқа сөзді бастамас бұрын тіркеліп, комментері жаза кетіңіздер, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Сіздерге ақиқат пен шындықты жайып салайын. Арман Ашаматайға бөлек бөлмеде ұйықтайық деп ұсыныс тастаған. Отандық әнші, актриса әрі теле жүргізушісі Ашаматай Қыздар-ай деген тікелей эфирді жүргізген. Сонымен қатар бағдарламасымен күйеуі Арманмен арада болған түсінбеушіліктер туралы өз сөзінде айтқан. Ашаматай тұңғыш қызын дүниеге әкелген. Күйзеліске түскен Ашаматай өз сөзінде шындығын айта түсті. Күйеуі Арманның ұсынысы жағдайында одан әрі ұшықтырған. Біздің бірінші баламыз дүниеге келді. Перзентханадан шығып үйге қайтып келгеннен кейін үшінші түні Арман маған: мен шаршадым, ұйқым қанбады, басқа бөлмеге барып ұйықтайыншы деді. Сосын мен айналайын, қайдағы басқа бөлме, мен де кетіп қалайын деп отырмын. Бала өзімен өзі жата берсін. Бұл екеуміздің баламыз. Екеумізден басқа бұл бала ешкімге керек емес. Мен де шаршадым. Менің де қашып кеткім келеді. Бірақ амал жоқ. Екеуміздің бірге қараймыз. Өнер иесі Ашаның айтуынша осы әңгімеден кейін ерлі-зайыптылар бұл тақырыпты қозғамайтын болды. Сондай-ақ ол баланы тек анасы қарау керек екенін түсінген. Екеуі ер адам бөлек ұйықтайды деген пікірге түбегейлі қарсы екенін айтты. Егерде сіздер осы видео сіздерге ұнайтын болса, пікір қалдырып кетіңіздер, және қоңыраушаны баса кетіңіздер, және де тіркеліп кетіңіздер.